Сәлеметсіздерме, Диди Крочет каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қоянды қалай тоқу керек екенін көрсетемін. Алдыңғы видеода уәде еткендей, бұл қоянның тоқылу шеберлік сабағы бірнеше бөлімдерден тұратын болады. Яғни бүгінгі видеода біз қолымен құлағын тоқитын болсақ, келесіде жаңағы аяғынан бастап денесі тоқылады дегендей. Ал ендеше кеттік. Бізге керегі жіп және де крючок. Менде жіп жартылай акрил және жартылай хлопковый болып келеді. Ендеше кеттік. Ол үшін біз амигуруми сақинасын аламыз. Қараңыздар. Осылайынан қолға кіргізіп, жұмыс жасайтын жіп осылайынан жоғарыда жату керек. Одан кейін крючокты астынан кіргізіп, үстіңгі жіпті тартып шығарамыз. Бос бір ілмек алып, 5 ілмексіз баған аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді 5 алып, жіпті жақсылап тартамыз. Мінекей. Және де мына жақтан бірінші ілмекке біріктіреміз. Біріктіру ілмегін жасадық. Бізде 5 болып қалады. Енді екінші қатарда бізде арттырмалардан тұратын болады. Біреусіне 2-2-ден тоқитын боламыз. Сонымен бізде бірінші қатарда 5 болса, келесі қатарда 10 болу керек. Арттырмамен. Одан кейінгі қатарларда уже арттырма болмайды. Өте оңай қолын тоқу. Жіпті кіргізіп тоқып жүрсеңіздер де болады, кіргізбей тоқсаңыздар да болады. Соңғы біреу қалды. Біреу және де мінекей 2. Сонымен біріншісіне біріктіріп 1, 2, 3, 6, 9, 10. 10 болды міне. Тағы да бір бос ілмек алып. Енді осылай 10-нан біз 2 қатар тоқыдық қой, бізде общий барлығы 20 болу керек. 2 тоқыдық, енді өзіміз 18 қатар тоқып алып келеміз. Одан кейін ары қарай көрсетемін қалай тоқу керек екенін. Сіздер қателесіп кетпеу үшін басқа түсті светті жіпті қойып, арасына осылайынан белгілеп отырсаңыздар болады. Мінекей каждый рядқа қатарға өткен сайын осылайынан белгілеп. Ал егер де қателеспейтін болсаңыздар, онда қажет емес. Ал ендеше 18 рядты тоқып келгеннен кейін кездесеміз. Мінекей мен 18 қатар тоқып алып келдім. Общий барлығы 20 болды. Ішіне синтефон салдым. Сіздерге сәл көрсетіп жіберейін. Осылай синтефон, жаңағыдай басқа да холофайбер болса, сонымен немен наполнить толтырам десеңіздер, сонымен толтырасыздар. Міне осылайынан кіргізіп жібереміз. Мінекей осылайынан толтырып шығасыздар. Одан кейін мінекей осылай қатты ұзын емес, тігуге келеді-ау дегенше қатты қысқа да келмейді. Қатты ұзын да қылмаңыздар. Осыншалықты кесуге тырысыңыздар. Одан кейін жіпті шығарып, жуан инеге кіргізіп, жуандау инеге кіргізіп, бастапқы ілмектерінен алып,
мінекей. Көрініп тұр ғой, сіздерге мінекей. Бірінші ілмек осыдан кіргізіп шығарамыз. Енді жақсылап тартқан кезінде өзі шығады. Енді осының үстінен тағы да 1-2 рет кіргізіп тартып шығамыз, сөгіліп кетпес үшін. Қолы дайын. Екіншісінде дәл солай тоқып шығасыздар. Нәжіп қазір енді қолын тіккен кезінде қажет болады. Ал енді құлағын тоқитын боламыз. Құлақ үшін жіпті қайтадан амигуруми сақинасын аламыз. Осылайынан байлап мінекей. Үстіңгі жіпті шығарып 6 ілмексіз баған аламыз. 2, 3, 4, 5, 6 мінекей. 6 алдық. Енді жіпті тартып біріктіреміз де біріншісіне кіргізіп біріктіреміз. Бос бір ілмек аламыз. Ілмексіз бағаннан біреу міні. Екіншісіне те біреу. И үшіншісіне 2 тоқимыз. Бұл қатарда 2 арттырма болады. Тағы да 2 тоқимыз бір-бірден. Одан кейін үшіншісіне 2 тоқылады. Біздің жаңағы бос ілмек тоқығанымыз. Бұны тастап, бірінші тоқыған ілмегімізбе біріктіреміз. Біріктірдік. Тағы да бір бос ілмек алып. Бұл қатарда бізде 8 болды. Келесі қатарда 10 болу керек енді. Тағы да ілмексіз бағаннан біреу. Екіншісіне 2, біреу тағы да. Үшіншісіне тағы да 2. Тағы да 2 бір-бірден тоқимыз да. Үшіншісіне 2. Қалған 2 болады. 2 тоқимыз бір-бірден. Жаңағы бос ілмегіміз, оны тастап келесіне біріктіреміз да мінекей. Нан санамағында, біріктірілуді санамағында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болды. Тағы да бір бос ілмек алып, біріншісін біріктірген тастаймыз да, келесінен бастаймыз. 1, 2, үшіншісіне тағы да 2 арттырма. 1 арттырма, яғни. Біреусіне 2 тоқылады. 1 және 2. Қалғандарына бір-бірден 1, 2, үшіншісіне тағы да арттырма. Бұл қатарда 12 болу керек. Қалғаны бір-бірден тоқылып шығады. 1, 2, 3, 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4.
бос ілмек алған, одан кейінгісіне біріктіреміз, сонымен 12 болып шығады. Тағы да бір бос ілмек алып, келесіне 1, 2, үшіншісіне арттырма, тағы 1, 2, үшіншісіне арттырма. Қалғанын бір-бірден тоқылаттық. 1, 2, 3, 4, 5, 7 және де 6. Мынау бастапқы бос ілмек қалып, келесіне біріктіреміз. Сонымен қараңыздар, бізде сонымен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мін. Соңғы мына біріктірмегенімізбен 14 болды. Сонымен біз 1, 2, 3, 4, 5 қатар тоқып келдік. Бізде құлағы барлығы 18 болу керек. 18-ден 5-ін тоқып тастадық. Енді 13 қалды. 13-ті 14 қылып, ешқандай арттырусыз, кемітусіз 14-те 14 қылып, 13-ті өзіміз тоқып алып келеміз. Қалғаны қалай екенін көрсетемін. 18 қатармен де аяқталды. Енді осы шетте мына жіпті қатты ұзын емес, қатты қысқа емес. Мен осылайынан қырқып, иінеге кіргізіп, жуандау иінен алып, осылайынан кіргізіп аламыз да. Кіргізіп алдық қой, міне енді. Шығарып. Мен екінші құлағында тоқып қойғанмын. Енді осы сияқты мынаны бір-біріне бет тестіріп, арасынан шығарып, тігіп шығамыз. Жақсылап тартып, міне осылайынан біріктіріп тігіп қоямыз. Одан кейін басына біріктіретін боламыз. Мінекей құлақ аяқталында. Достар, мінекей біз қоян амигуруми қуыршағының тоқылуының бірінші бөлімін аяқтадық. Міне бірінші бөлімде 2 осындай құлағы және де қолдарын тоқып бітірдік. Келесі бөлімдерде аяғы мен денесі тоқылатын болынады. Егерде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза отырыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, әлі де талай қызықты видеоларым шығатын болады. Сол себепті келесі бөлімде кездескенше.